Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін кешкі тамаққа борщ жасайын дедім. Көп уақыттан 2-3 күннен бері мучной тамақ болып кетті. Осылай тазалап, жуып, дайындап қойдым. Ыдыстарымды жуа бастадым. Майда чүйде ыдыстар тез жиналып қалады. Аз да болса да осылай шетінен жуып тастаймын. Достар, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздаршы. Осылай жуып тастағаннан кейін ұлыма кухняны тазалап, маған пылесостап берші дедім. Пылесостай келіп, осылай ол балады тез пылесостап берді. Мен қызымды көтеріп, ары қарай алып кеттім. Аяқтың астына оралмасын деп, бір емізіп алайын дедім. Одан кейін ұлым пылесостап болғаннан кейін ары қарай капустамды турап, бұл уақытта менде етім пісіп тұр. Жаңағы сорпасы. Одан кейін қызым болмай ұйқысы келіп, аяғыма жабысып, ұйықтатып тастадым дағы. Далаға маған сиырға шығу керек осындай уақытта. Жаңағы немді салдым, капустамды салып, далаға шығып кеттім. Мен келгенше қайнай берсін деп. Осылай майда чүйде мына екеуі жатырқап жүр менен. Далаға шығып, көшеге сиырларды іздей бастадым. Аяқта 2 размер үлкен галош. Өзім мәз сиырды іздеуге шықтым. Екеуі алдымнан шықты, алдыма салып алып, айдап, жүрмейтін жерлері жоқ осылардың. Қораларына кіргіздім. Кіргізіп, ішіне кіріп сауып алдым да. Жаңағы көмірімді, ағашымды кіргізіп алдым. Осындай таулы жерде тұрамыз. Кірсем, қызым оянып, үлкен ұлым ұйықтатып қойыпты. Ол қызды мен алып, оятып алдым. Апасы қонақтан келген еді, сарқыт жеп отыр. Ато түнде ұйықтамай қояды. Сосын жаңағы борщымды жалғастырдым. Не деген бітпей кеткен борщ демеңіздер. Осылай арасында дала бар, үй бар, кіріп шығып, осылай тамағымды бітіріп алдым. Зажаркамды несіне құйып, осылай қызартып, әдемі борщ шықты.